Подружка, осы жаз бойы сен не істедің? Мен тек бассейнге ғана бардым. Мен даже бассейнге де бармадым. Жаз уже бітіп жатыр ғой. Мен саған, а давай бір жаққа барамыз? Давай, бірақ қайда? А давай лагерьге барамыз, ол жақта тау, бассейнде бәрі бар ғой. О, идея. Давай класстастарға да айтамыз. Давай. Қоймай, жібермеймін. Осы егіздерге ұқсамайттар ше. Үнемі қырылатты жүреді. Жүш кеттік ажыратар ғой. Сендер неге ерексіп жатсыңдар? Мынауға бастаған жоқ, сен ғой бірінші бастаған. Өтірік айтпаса сен ол бастаған. Өтірік айтпа, сен бірінші бастаған. Жігіттер қойсаңдар, біздің сендерге күшті жаңалығымыз бар. Қандай жаңалық ол? Саған қатысы жоқ, оны маған айтып жатыр. Жігіттер екеуіне де деді ғой, қырылса бермеңдерші. Жаңалығымыз мынандай, біз класспен бірге лагерьге барайын деп жатыр. Келісесіңдер ма? О, мен келсем? Мен де келсем. Қойшысен бармайсың. Қалай бармайсың? Мен де барам. Бармайсың дедің ғой, бармайсың. Ақылдасыңдаршы, сосын хабарын бересіңдер. Қыздар, Әйгерім WhatsApp-қа не жазған оқыдыңдар ма? Не жазды олар? Мен оқыдым. Лагерьге барамыз ба деймін, бір бәле дейді. Қыздар, осы сендер барасыңдар ма? Білмеймін, үйдегілерден сұрау керек. Мен мамамнан сұрап қойғаным. Менде онша қатты желание жоқ. Онда давайте сыныптағылармен сөйлесіп ақылдасайық. Давай кетіп. Кешегі Реалдың ойынын көрдің ба? Иә, көрдім. Рональдо күшті гол соқты ғой. Қумаш, Рональдоны ішіп кеткенде 4 жыл болды. Мен бұрынысын көріп қойыппын ғой. Мержан, не істеп отырсың? Күшті тұтымыш. Әйгерім WhatsApp-қа не жазғандарын білесіңдер ма? Не жіберіпті? Мен білем. Лагерьге барамыз дейма, бірдеңе дейді ғой. Біз лагерьге баратын кішкентай емеспіз ғой? Короче, сыныптастармен жиналайық та, сосын өзіміз ақылдасайық. Кеттік общем. Асан, сен мама бармасын дейді лагерьге. Қалай, сен маған өтірік айтып жатсың? Шын айтып жатырмын, сен барып сұраш мамадан. Қалай мен лагерьге бармайды екен? Өйткені сен менен үлкенсің ғой. Сен мені қинай бересің, ұра бересің, сол үшін бармайсың сен. Қалай, екеуміздің арамыз 5 минут қой. Ой, сен барып сұраш мамадан. Қазір кетті. Мана қыз қашан шығады екен, уже 2 сағат болды ғой күтіп тұрғанымызға. Өзің ғой күтем деген жасайын. Қыздар, менде қуанышты жаңалық бар. Мамамен жіберді. Ол жақсы болды ғой. Кетті, ондай біздің мамадан сұрайық. Жүріңдер. Не болды, жіберді ма? Жоқ. Не үшін жібермеді? Нағашыларының ауылына барасын деп жібермей қойдым. Давай онда біз сұрап көрейік, жібересің. Ай, қайдан? Может, жіберіп қалатын шығар, сұрап көрейік. Жарайды, жүріңдер. Әйгерім, сен сыныптағылардың бәрін точно шақырдың ба? 1 сағат көрейік. 1 сағатта айтпа. 1, 2, 3. Әйгерім, сен сыныптағылардың бәрін точно шақырдың ба? Я, бәрін шақырдың ғой. 1 сағат болды, күтіп тұрғанымыз. О, әне егіздер келе жатыр. Асан, саған мама барма деді ғой. Зато папа бар деді. Мама барма деді. Зато папа бар деді. Мама барма деді. Папа бар деді. Жігіттер, немене осы жаққа қырылысуға келдіңдер ма? Сол ғой, екеулердің бастарын бір қазанға сыймайды. Екеуміздің басымыз бір қазанға сыйсады ғой, екеуміз кішкентай ақ басымыз. Асан, екеуміз бол, ұшпай қойыш, лагерьге бірге бара салайықшы. Давай. Наконец-то осылар достасты. Я екеуінен бұрын мен даже қуанып кеттім ғой. Қыздар, тосын ұшақ жиналамыз деді ма? Телефонына ұшақ деді ғой, әйтеуір. Ешкім жоқ қой. 1 сағат болды отырғанымызға. Тағы біраз күте тұрайық, может кеп қалатын шығар. Сендер шынымен лагерьге барайын жатсың ба? Несі бар? Ояқта аю бар, бассейн бар, шашлик, бәрі рахат. Барайықшы? Сен ойланшы, лагерьде заброшка, маньяктар болса ше. Ол лагерь ғой, мұнан қумашпыз лагерьге баратық ғой. Бәрі арман ғой.
Болды қой. Кеттік. Біз сұрасақ жібереді деп. Жіберген жіберді ғой, бірақ 3 күнде. 3 күнде жеткілікті. Біз де ұзақ болмаймыз. Жарайды, онда қыздар барымыз үйімізге барып өз киімдерімізді жинайық. Ой, айтпақшы, бізді Айгерім мен Нәзік күтіп тұрған еді ғой, сынып болып ақылдасайық деп. Олар вообще есімізден шығып кетті ғой. Кеттік соларға заттарымыз, кейін заттарымызды жіберіп аламыз. Сендер точно сыныптағылар шақырдыңдар ма? Ой, мен ұйқыммен қармастым. Сендер тұрайды, енді стурцияға жігітсіңдер, шыдасыңдар. Асан жүргет үйге барып, асықпа, шай ішіп, қайтып келеміз. Не істейміз, Назық, үйге қайтамыз ба? Жарайды, жүргет, кешке ақылдасамыз. Жігіттер, қыздар келмейтін сияқты ғой, қайтамыз ба, не істейміз өзі? Қайтайық, мен қарным аш қой. Мен ұйқым. Онда ертең кешке жоғайық та. Болып тұрмыз, давай. Қыздар өстіп бір-бірімізді күтіп тұра береміз ба? Соны айтса, нақтылап қайықта жиналатынымызды білмеу керек еді. Сол ғой, уже кеш болып жатыр. Ой, қыздар, жиналсақ ертең жиналамыз, мен кеттім деген. Онда мен де кеттім. Қыздар мені күттіңсің. Назыр, осы лагерьге бармай қойсақ болмайды. Неге тыныштық па? Енді бізден басқа ешкім барғысы келіп жатқан жоқ. Ешкім жиналып жатқан да жоқ. Бүгін кешке дейін күтейік. Если ешкім хабар бермесе, өзіміз бара береміз албетте. Жеге қалайсыңдар? Мейіржан, жоқ болып кетті. Өміріміздің бәрі күтілмей өтетін болды. Айбетпен шықтап қалдым. Қайдағы ұйқыс? Әбетке 2 болды ғой сағат. Айбетпен айтпақшы, лагерге баратын болдық ба? Сол лагерге бармаймыз ау. Давай деп атқан. Ешкім жоқ қой. Ерте шешім қабылдамай қыздармен әңгімелесіп көрейік та. Кеттік. Дана, қарлығаш қайда? Білмеймін, ол да үйіне кетейік, киімдерін жинаймын деп. Ол қыз да қатырады екен, бізді осы жерде күте тұрыңдар деп, басқа тірлікпен айналысып кетті. Білмеймін ол. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы өзің. Жақсы. Лагерге баратын болдық па? Я, бармаймын деген кімді көрдім? Просто жиналуымыз қиын болып кетті да. Ойындамасай барамыз ғой. Сосын сен негізің қайда сен? Ал ол үйде демалып ұйықтап жатқан. Ол барам лагерге? Білмеймін, кеше барамын деген. Жарайды, қыздармен кеттім, асық сен. Назыр, аналарды күтіңдер, үшіміз кетті. Не сен көңілді көтерейін ба? Жоқ, атлетикті күтеміз. Давай, проканды зоққа тұрамыз. Қалайсыңдар қыздар? Асан, өзің қалайсың? Жақсы, лагерге баратын болдық па? Я, барамыз. Тыныштық па? Әсен лагерге жиналып жатқан ешкім жоқ. Барамыз ғой, уайымдамасай. Соны сұрайын деп келгем. Мынау неге біреу жүр ме? Соны айтам, сен негізі ақылда. Ой, мақұл, қоя берші. Сонымен қандай звук қалып түсетін болдық? Алло, Жігітті ертең лагерге барып қызақ қорықтайық та. О, зор идея. Оны барымызда монстрман зомбимен болайық та. Кішкентай бала ұқсамаңдаршы. Өзің бір үлкен бала ұқсап айттың ғой. Соны айтам. Қаласыңдар жігіттер? Лагерге баратын болдыңдар ма? Я, бәріміз барамыз. Онда соны сұрайын деп кеткен. Бай, келген. Сен бара ма? Сен барады, ол үйде ұйықтап жатқан. Онда сен екеуің кешке саябаққа келіңдер. Бәріміз сол жерде ақылдасамыз. Жарайды, соны сұрайын деп келген. Қарлыға шығатын болды ма? Ол үйді тазалап кешке бірақ шығам ет мамасына көмектесіп. Ол қызда қуады екен. Күте бер, шаршап кетті. Білмеймін, ол барды өзіне сұраш, мен де шаршап кетті, күте бер. Қыздар қалайсыңдар ма? Жақсы өздері. Қыздар, лагерге баратын болдық па? Соны айтам, осы нәрсені бір жақты қояқшы. Тыныштық па, не болды ашуланып барамыз ғой. Кешке төрт бала жайып жатқан еді ғой, саябақта кездесейік деп. Мен оны байқамаппын. Одан да кешке шейін паркке мороженое жеп тикток түсіріп қайтпадық па?
Тартып қалдың ғой. Sana da kolum tepet. Kedal. Ver. Ay, ne olsam da. Жиге іш пісіп кетті ғой. PlayStation ойнайықта. Менде ақша жоқ. О, қымбат емес қой PlayStation. Ортадан ақша шығарып ойнайықта. Şimdi iş pişmedi abi. Keşke kanca vakit var. Oynak ettik de. Жиге мен FIFA ойнай алмаймын. FIFA oynayamazsan UFC var. Oyunda çok var. Кеттік. Қыздар, күшті қыдырдық я. Естен кеткенсің. Қыздар, неге үнемексің? Өлі. Мыналар ұқта қапты ғой. Оятайын ба? Жоқ, ұқта берсін, шаршаған шығар. Бүгін біз кешке жиналдың отып қойымыз. Несі? Осы радиоға бармай қойсақ болмай ма? Ренжімей ма олар? Жоқ, ренжімейтін шығар. Ешкім желаниесі жоқ қой. Егер өзіңіз дұрыс айтасың, менің де барлық желаниям жоқ. Лагерінде қызық жүреді. Жақсы қыздарымнан кетті, шаршадық, бірге айтайық. Кейін қосамыз ғой. Давайте. Бүгін PlayStation қызық болды. Ben FIFA'da tuttum o. Өтірік соқпаш, менен өтіп қалдым ғой. Просто бір джойстик істемей қалды. Ой, ойнай алмайтын адам сөйтіп айтады. Bir ысылып қалғанын. Жейді, келесі келгенде маған FIFA ойнауды үйретіңдер. Өзің ғой кемеге, мен саған кел үйретейін дейсің. Маған ол кезде GTA қызық болып қалды. Біз жігіттер, қыздар келген ба, келмейтін болды ма? Kelse kelmesin. Koya salak. Күнде PlayStation var. Қызық емес пе? Имран дұрыс айтады. Ол жігіттер сау болмады, сен үйде звондап жатқан еді. Давай.